Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен көкөністі салмамен күріш дайындайтын боламыз. Керекті заттардың барлығын видеоның астына көрсететін боламын. Ең алдымен етімізді ұзыншақ етіп турап аламыз. Одан кейін табамызға май құйып, етімізді салып, араластырамыз. Бетін жауып, бұқтырамыз. Одан кейін пиязымызды турап аламыз. Одан кейін етімізге пиязды қосып араластырамыз. Тағы бетін жауып, өз суында бұқтырамыз. Енді етіміз піскенше көкөністердің барлығын турап аламыз. Алдымен морковты ұзыншақ етіп тураймыз. Одан кейін перецті де соломка етіп турап аламыз. Одан кейін мен баклажанды да қостым. Баклажан міндетті емес қосуға. Баклажанды да соломка етіп турап аламыз. Одан кейін капустаны да дәл солай турап аламыз. Картопты да соломка етіп турап аламыз. Мінекей біздің көкөністеріміз туралып дайын болды. Енді әбден қуырылған етімізге морковты және перецті салып араластырып аламыз. Одан кейін үстіне капустаны салып тағы бір рет араластырамыз. Бетін жауып 10 минутқа бұқтырамыз. Одан кейін томат пастасын қосып, жақсылап араластырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Одан кейін баклажанды қосып, біркелкі болғанша араластырып, тағы да өзінің буына бұқтырамыз. Соңында картопты салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бұл жерде су құйған видеом түспей қалыпты. Қайнаған суды аз мөлшерде құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Дәм тұзын қайтадан байқап көрсеңіздер болады.
Мінекей баяу отта картоп пен ет піскенше бетін жауып ұстаймыз. Енді гарнирін дайындаймыз. Ыдысымызға май құйып, 2-3 қайтара жуылған күрішімізді салып, майда біраз қуырып аламыз, араластырып. Майда қуырып алатын болсақ, күрішіміз шаршаңқы болып піседі. Осылай қуырып аламыз. Одан кейін күріштен асырып, қайнаған суды қосамыз. Татымына қарай тұзын салып, бетін жауып, баяу отта 20 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің күрішіміз және подливамыз дайын болды. Енді әдемілеп дастарханға ұсынамыз. Осындай кез келген ыдысты, кесені немесе стакан болсын, осындай күрішті ыдысымызға салып алып, ыдысымызға төңкереміз. Күріш салынған ыдысқа май жағудың қажеті жоқ, ол өзі сілкіп қалсаңыздар оп-оңай ыдыстан түсетін болады. Одан кейін подливасын жан-жағына салып шығамыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Осылай әдемілеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Видеом ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Баршаңызға ас болсын.